Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз өнімнің сапа деңгейін бағалау. Өнім сапасы өнімнің қолдану мақсатына сәйкес қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған қасиеттерінің жиынтығы. Кәсіпорынның негізгі міндеттерінің бірі ретінде халық сұранысын жоғары сапалы өніммен қамтамасыз ету болып табылады. Өнім сапасы кәсіпорын қызметінің маңызды көрсеткіштерінің қатарына жатқызылады. Қазіргі заманғы нарықтық экономика өнім сапасына мүлде басқа талаптар қоюда. Кез келген фирманың нарықтағы орнын сақтау және тұрақты етіп жасау үшін оның бәсекелестік қабілетін өсіру қажет. Ал фирманың бәсекелестік қабілеті екі көрсеткішпен байланысты болады. Ол баға деңгейі және өнім сапасы. Өнім сапасын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер мыналар болып табылады. Мына жерде кесте ретінде көрсетілген. Оларға қолдану көрсеткіштері, яғни өнімді қолданудан болатын пайдалы эффектін сипаттайды және қолдану шектерін көрсетеді. Екінші, сенімділік көрсеткіштері өнімнің бұзылмаушылығын сақталу дәрежесін көрсетеді және технологиялық көрсеткіштер өнімді шығарғанда немесе жөндегенде жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз ету үшін конструкторлық технологиялық шешімдердің нәтижелігін сипаттайды. Стандарттау және унификациялау көрсеткіштері өнім құрамында стандартты унификацияланған және бірегей құрамдас бөліктердің үлесін көрсетеді және басқа өнімдерге қарағанда унификация деңгейін сипаттайды. Эргономикалық көрсеткіштер адамның өніммен әрекеттесуін сипаттайды, яғни оларға гигиеналық, антропометриялық, физиологиялық және психологиялық қасиеттер жатады. Эстетикалық көрсеткіштер өнімнің ақпараттық көркемділігін, форманың тиімділігін, тұтастығын сипаттайды. Тасымалдау көрсеткіштері өнімнің тасымалдауға бейімділігін сипаттайды. Патенттік құқықтық көрсеткіштер өнімнің патентпен қорғалуын, патенттік тазалығын сипаттайды. Және экологиялық көрсеткіштер бұл өнімді қолдану, сақтау, тасымалдау нәтижесінде қоршаған ортаға кері әсер етпеуін қадағалайды. Сапа деңгейін бағалау әдістері өзі 4 түрге бөлінеді: дифференциалды, кешенді, аралас және экспертті. Дифференциалды өнімнің сапасын бірлік көрсеткіштерін қолдану, кешенді өнім сапасын барлық көрсеткіштерін қолдану, аралас бір және кешенді көрсеткіштерді қолдану, экспертті маман біліктілігі мен логикасын қолдану болып табылады. Жалпы бұйымды сынау түрлері 4 түрлі болады. Ол қабылдап өткізу, периодты, кезеңдік және сенімділікке сынау. Және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін келесі факторлардың негізгі рөл атқарады. Оларға бірінші фактор өнімнің сапасын арттыру шаралары немесе кәсіпорынның сапа жүйесін жетілдіру. Екінші фактор өнімнің бағасын қалыптастыру немесе баға саясатын реттеу. Үшінші фактор өнімнің тартымдылығын арттыру немесе кәсіпорынның маркетингтік жүйесін жетілдіру. Төртінші фактор өнімнің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету немесе өндірісті мемлекеттік қолдау болып табылады. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне негізгі екі көрсеткіш әсер етеді, ол баға деңгейі және өнім сапасы. Мына жерде баға көрсеткіші туралы айтылған. Бұл жерде баға көрсеткішіне байланысты экономикалық тұрғыдан оңтайлы сапа мәселесі туындайды. Яғни сатып алушы өнімді алғанда оның қасиеттері оның бағасына сай келу керек. Және біздің өзіміздің тігін өндірісі және киімді модельдеу мамандығына байланысты тігін бұйымдарын жасау үдерісі суреттен немесе эскизден басталып, бұйым лекалдарын құрастыруға және тігу технологиясын дайындауға дейін көптеген күрделі жолдардан, процестерден өтеді. Сондықтан киімнің үлгісінің эскизін дайындағанда материалдардың эстетикалық қасиеті, сән бағытымен дұрыс таңдалып қана қоймай, нақты киім силуетін жасауды қамтамасыз ететін қасиеттерімен киімді құрастырудың қазіргі уақыттағы дайындау технологиясының мүмкіншіліктеріне өте көп әсер етеді. Тігін өнеркәсібінің технологиялық үдерісінің ерекшелігін сәнді ескере отырып, тігін бұйымдарына арналған тоқыма материалдарын дұрыс таңдау, оның сапасын жоғарылығын қамтамасыз ету негізгі шарт болып табылады. Және суретші модельер, құрастырушы және технолог тоқыма материалдармен жұмыс істегенде оның қасиеттерін біліп қана қоймай, киімге нақты сыртқы түрінің әсеріне жету үшін киген кезде ыңғайлылықты қамтамасыз ету керек. Негізінен қазіргі уақыттағы тігін өнеркәсіптері
автоматтандырылған жоғарғы жиілікті тігін машиналары және жартылай автоматты құрылғылар, механикаландырылған пресстер, осындай жаңа технология құрал-жабдықтар қолдануда. Киімді дайындаудың өзінің техникалық шарттары болады. Ол модельдің суретін сызу, модельдің сыртқы түрін суреттеу, бұйымды өңдеуге қойылатын техникалық шарттардың негізгі түрі ретінде материалдар таңдап алу, бұйымды өлшеу, яғни бойға өлшеу, дайын болған бұйымды маркалау, буып түю және бұйымды тасымалдау сияқты негізгі этаптардан тұрады. Модельді әзірлеудің техникалық шарттары жоғарыда аталып өткен мемлекеттік стандарттар бойынша арнайы белгілі бір стандарттарға, талаптарға сәйкес орындалуы керек. Негізінен киімді дайындау өзі бірнеше этаптан тұратынын айттық. Оның негізгі бірінші этабы суретші модельер суретін эскизін салады. Одан кейін конструктор киімге сызбасын, базалық сызбасын тұрғызады, және одан кейінгі процесс ол технолог, яғни тігін бұйымдарын өңдеу технологиясын жасайды. Бұл жерде бұйымның өңдеу бірізділігі, қолданылатын құрал-жабдықтар, фурнитура, тігін жібі барлығы осы жерде қамтылады. Және тігін өндірісі негізінен өзі үлкен сала болып табылады. Бұл жерде пішу цехы, тігін цехы, бұйымды ең соңында дайындау кезіндегі барлық процестерді қамтиды. Яғни мына жерде міне пішу цехы, тігін цехын суреті көрсетілген, және ең соңында бұйымды дайын болу кезінде бұйымды адамға немесе манекенге өлшеп көру, кеткен кемшіліктері болса, оны жою болып табылады. Барлық дайын болған бұйымдар немесе өнімнің негізгі талабы ол стандартқа сәйкес орындалу, яғни сапалы болу болып табылады. Сондықтан да әр бұйымға немесе өнімге сәйкестік сертификаты берілу керек, яғни стандартқа сәйкес орындалғанын көрсететін. Мына жерде міне белгілі бір өнімнің сәйкестік сертификатын мысал ретінде көрсетіп қойдық. Және соңында қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Бұл жерде интернеттен алынған материал және белгілі бір авторлардың кітаптары көрсетілген. Рахмет тыңдағандарыңызға.